Мұхтар Шаханов. Қасымды қабылдамаған адам хақында. Кез болатын наурыз айы сән құрған. Дала жатты есі шығып жаңбырдан. Сол далада жол үстінде бұралаң, жас алпыстың әуезіне құлаған машинаға қол көтерді бір адам. Қиял құсы қалықтап, шат сезімі шарықтап өңіндегі, жүргізуші ерекше көңілдеді. Көрші ауданға жеткізсең, ұлым мені шексіз алғыс айтарым күн ілгері, деп жолаушы қолына күлімдеді. Жырақ әрі шет екен қонысыңыз, сізге кінә тақпайық, ол үшін біз. Жүргізуші күлімдеп есік ашты, қартты сыйлау қашанғы борышымыз. Ұзақ жүрдік, жол шеті көрінбейді, керім дала қасарып берілмейді. Сыр тартыспақ болсақ та одан бұдан әңгімеміз шашырап өрілмейді. Дәрігерде іздеген жүрегемін, кенет жерден тапқандай тілегенін, жүргізуші көзінен от ұшқындап, жатқа соқты Қасымның бір өлеңін. Лезде дәмді аузынан тұзы құрып, Қасым ба, деді шал тыжырынып. Менсінбеген кейіппен маңғазданып орнынан паң қозғалып, бізден де жұрт кезінде арай көрген. Қарсалы бек дүние талай дөрден, мен бастық боп тұрғанда осы ақының пәтер сұрап, алдыма талай келген. Тіпті жиі соғатын дамылдамай, қайтарушым көбіне қабылдамай. Әуреттім деп Қасымды әнін ардай, мақтанасыз ақыныңыз әлі бардай, қане жылдам түсіңіз машинадан, деді жігіт ызадан жарылардай. Ең айбарлы ақынды жаны көктем, албырт алау таңдарға әні кеткен, ең айбарлы ақынды, халық сүйген ақынды, туған халқын жанып сүйген ақынды, туған елдің гүлі болған, заманының үні болған ақынды, мұқаттым деп мақтануға, мұқаттым деп шаттануға бола ма? Сондай сезіміңіз үшін мен қазір сізді тастап кетем далаға. Тез түсіңіз, тимей тұрып кесірім. Жүргізуші қатты жапты машинаның есігін. Төбелер көп өмірде, ал биіктер санаулы. Ұнатады ел сондықтан биікке көп қарауды. Шымшықтар көп өмірде, ал сұңқарлар санаулы. Санаулы олар, сондықтан жалпы жұртқа қалаулы. Жылдар түмен зейнетін артқанымен қаншалық. Қалаулысын қайда да қорғайды жұрт жан салып. Туған өлке бақ үшін өссін жансын гүлденсін, қарсы қойма оларға мансабыңның мінбесін. Келер албырт ұрпақтың жігіттері сені де, орта жолда жеткенде тастап кетіп жүрмесін.